Қайырлы күн болсын баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай керемет ауызашарға арнап дайындалатын осындай керемет сорпаның рецептіменен бөлісетін боламын, яғни мамбар деп аталатын тағам түрі. Бізге алдыменен үйде кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Менде жылқы еті және қабырға сүйектерінен салдым. Қойдың етінен жасасаңыздар да болады. Енді бізге керегі картоп және сәбіз, пияз, қалауларыңыз бойынша көбейтіп сала берсеңіздер болады. Енді картопымызды осылай 4 бұрышты етіп, яғни майдалап, турап алатын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, ұнап жатса, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Картоптарымыздың барлығын осылай турап аламыз, және де пияз, сәбіздерімізді барлығын яғни осылай турап шығатын боламыз. Сол кезде біздің қамырымызбенен бірдей болып, көрінісі де әдемі болып шығатын болады. Бұл менен кеспемізді кесіп жасаймыз. Сол сияқты тәріздес етіп, бірақ та осындай тәсілде де жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады, барлығына ұнайды, және де өте жеңіл қорытылатын тағамдардың түрі. Ауызашарға міндетті түрде жасап берулеріңізге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шыққан. Келесі бізде пиязымызды да осылай ірілеп отырып, және де 4 бұрышты етіп турап аламыз. Үйлеріңізде бар зелендерді турап қоссаңыздар болады. Мендегі петрушка, яғни оны да турап дайындап алдық. Келесі бізде қазанымызға майымызды, яғни сұйық майымыз керегінше құямыз. Оның үстіне етімізді салып, қызарғанша жақсылап араластырып отырып, қуырып алатын боламыз. Етіміз біраз қуырылғаннан соң пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырып, сәбізімізді саламыз. Онан соң картопымызды салып, жақсылап араластырып, және 2-3 минуттар қуырамыз. Енді тағамымызға тұзымызды, паприка, әмбебап дәмдеуіш, және де тұзымызды салып отырып, тамағымызды дәмін келтіреміз, және де томат саласыздар. Менде өзім жасалған осындай томат үйде жасалған, яғни соны салдым, зеленімізді саламыз, және де бір қуырып алғаннан соң үстінен суымызды құйып, яғни бәрі батып тұру керек, етіміз барлығы таза пісетін болғанға дейін баяу отта жақсылап қайнатып алатын боламыз. Сорпамыз қайнап піскенше бізде қамыр дайындаймыз. Менде термомикске жасадым. Осындай бір жұмыртқаға тұзымызды саламыз, және де 30 граммдай кішкене салқын су құямыз. Оның үстінен керегінше ұнды салып отырып, жақсы қамыр илеп аламыз. Қамырымыз илеп алдық, мінекей тынып дайын тұр. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Достар, видеомды көре отырып, астындағы подписаться батырмасын басып тіркеліп отырыңыздар, және де қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің барлық видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Және де видео бөліміне өтіп, сол жерден қалаған, өздеріңізге ұнаған рецептеріңізді таба алатын боласыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналымда міндетті түрде қолдау білдіріп кетсеңіздер. Қамырымызды қатты жұқа етпей жаятын боламыз. Мінекей жайып алдық. Енді оны үстінен көбірек етіп себеміз. Енді кескен кезде бір-біріне жабысып қалмау үшін осылай қалыңдау етіп сеуіп, осылай жартысынан бір бүктейміз, және оның үстінен тағы да үн сеуіп, яғни бізге кескенге ыңғайлы етіп қамырымызды осылай бүктеп дайындап алатын боламыз. Тағы да бір бүктеп отырып, оның үстінен ұнымызды сеуіп, дәл видеодағыдай етіп кесіп аласыздар. Немесе жайылған күйінде осылай кесуге де болады, бірақ осылай кессеңіздер өте ыңғайлы және тез кесіледі. Арасына міндетті түрде ұнды көбірек салуларыңыз керек, сол кезде жабысып қалмайтын болады.
қамырымызды кесіп болғаннан соң барлығының арасын ашып осылай ұзыншалап етіп аламыз, және де оның үстінен де ұн сеуіп қоямыз, бір-біріне жабысып қалмауы үшін. Ешқандай да жабыспайды, қорықпаңыздар, ұнды молырақ сепсеңіздер болды. Мінекей көлемін мен майдалау етіп кестім. Осы көлемде немесе кейбір кісілерге кішкене үлкендеу етіп кескен ұнайды. Сол үшін өздеріңіз талғамдарыңызға қарай кесіп дайындасаңыздар болады. Яғни жұмыртқамен иленген қамыр болғандықтан қазір ыстық сорпада піскен кезде ісіну өте керек. Сол кезде қатты үлкен болып кетпеу керек. Маған осы көлемде жеткілікті. Осылай барлығын кесіп дайындап аламыз. Мінекей тамағымыз өте әдемі қайнап жатыр. Енді осы дайындап алған қамырларымызды саламыз. Оны да жақсылап бір араластырып жіберіп, біраз қайнатып алатын боламыз. Тамағымыз өте дәмді болып шыққан. Отбасыда үлкен кішіге бірдей ұнайды. Мінекей тамағымыз пісті. Өте керемет, дәмі де, көрінісі де. Осылай отбасыларыңызға дайындап, қуанта беріңіздер. Үстіне қалауларыңыз бойынша укроп, зелень себіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлзей асханасы.